Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мәңгілік футбол. Бүгінгі күннің жаңалықтары. Конференция лигасының топтық кезеңіне шыққан командалар анықталды. Мбаппе Реал сапына ауысады. Харри Кейн Тоттенхэм командасынан ешқайда кетпейтінін хабарлады. Роналдо Ювентус командасынан кеткісі келетінін хабарлады. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Олай болса бастаймыз. Конференция лигасының топтық кезеңіне шыққан командалар анықталды. Алматылық Қайрат лондондық Тоттенхэм және Ромамен бірге бір топта болуы мүмкін. Және Европа лигасына шығып қалған 10 команда өз бақтарын конференция лигасында жалғастырады. Қайрат сырт алаңда Фоло командасын еш қиындықсыз жеңді. Алматылық Қайрат конференция лигасының плей-офф кезеңінде алғашқы матчта Фоло командасын сенімді түрде жеңді. Люксембургте Жозе Бартер стадионында өткен матч 1-4 есебімен Қайраттың жеңісімен аяқталды. Харри Кейн Тоттенхэм командасынан ешқайда кетпейтінін айтты. Англия құрамасының шабуылшысы Харри Кейн биыл ешқайда ауыспайды, Тоттенхэм құрамында қалады. Бұл туралы футболшының өзі Twitter парақшасында жазды. Айта кетейік, бұған дейін Манчестер Сити командасы Кейннің жеке өзімен 2026 жылға дейін келісімшарт жасау үшін бітімге келгені хабарланған. Ал Тоттенхэм Харри үшін 175 миллион фунт стерлинг сұрайды. Манчестер командасы соңғы рет 150 миллион фунт стерлинг ұсыныс жасаған. Бұл ұсыныс лондондық команданың басшыларына ұнамады. Мбаппе Реал сапында деп айта беруге болады. PSG Мбаппені 180 миллион евроға сатуы мүмкін. Алдыңғы күні француз Париждің келісімшарт ұзарту туралы соңғы ұсынысын қабылдамады және келіссөздер жүргізуден бас тартты. Марка басылымының хабарлауынша француз Реалға ауысатыны сөзсіз. Клубтар келісімге келді. Жұма күні келісім ресми түрде жариялануы мүмкін. Килиан дереу Мадридке ұшып барып құжаттарға қол қойды. Реал алдымен PSG-ға 170 миллион евро мен 10 миллион бонус ұсынды. Бұл ұсыныс Париж клубына ұнамады. Бірақ содан кейін Реал негізгі трансферлік сомаға 10 миллион евро қосты. Содан кейін PSG келіссөздер жүргізуге келісті. Испандық Deportes 4 ақпараттық құралдарының хабарлауынша, Мбаппе қазірдің өзінде PSG ойыншыларымен қоштасып, оларға алдыңғы 2 күнде Реалға ауысатынын хабарлады. Европадағы трансферлік терезенің соңғы аптасы үлкен трансферлерге толы болуы мүмкін. La Gazzetta dello Sport хабарлағанда, Криштиану клубтан кетуге дайын. Жоқ жерден сенсация жасаудың керегі жоқ. Бұл шешім ойыншымен бірге қабылданды. Әлбетте, маусымның басында оның формасы көңіл қуантарлықтай емес еді. Мен оның Ювентусте осы маусымда қалатынын толық сеніммен растай аламын, деді вице-президент Павел Недвед. Фабрицио Романо бейсенбі күні кешке Криштиану Ювентуске кететіні туралы ресми түрде хабарлағанын айтты. Ал Жан-Лука Ди Марцио Роналду заттарын клубтың базасынан шкафынан алып тасталғанын хабарлады. Криштиану үшін басты үміткер Манчестер Сити. Гвардиола Харри Кейн туралы армандарынан бас тартып, бір шабуылшымен ғана қалды. Сондықтан Пеп пен Шейхтар резервтік жоспарға көшті және басқа шабуылшыны іздеуде. Бірақ жалғыз түсініспеушілік Роналдо Кейн секілді орталық шабуылшы емес. La Gazzetta dello Sport басылымдарының хабарлауынша, Криштианудың өзіне Ман Ситидің ұсынысы ұнайды. Бірақ оған ақша мәселесін шешу керек. Ювентус Роналдо үшін 25 миллион евро сұрайды, ал Сити супер жұлдызды тегін алғысы келеді. Егер сізге 2 жыл бұрын біреу Роналдоны 25 миллион евроға сатып алудан бас тартады десе, сенер ме едіңіз? Я достар, бүгінге деген қызық жаңалықтар осымен тәмам. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.